Сәлеметсіздер ме студенттер, бүгінгі сіздермен өтетін жаңа тақырыбымыз мектепке дейінгі ұйымдарда отбасымен жүргізілетін жұмыс және оның түрлері деп аталады. Сабақтың жоспарымен таныстырып өтсем, бірінші отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі, екінші отбасымен жүргізілетін жұмыс түрлері. Ең алдымен тәрбие сөзіне анықтама беріп өтсем, тәрбие халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүние танымын, өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру болып табылады. Тәрбиенің негізгі мақсаты дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу. Ата-аналардың балаларға тәрбие беру міндеті Қазақстан Республикасының Конституциясында, ал балалардың отбасындағы құқығы бала құқықтары туралы конвенцияда бекітілген. Отбасы барлығымыз білетіндей барлығының басы. Баланың жан-жақты дамуының негізі болатын тәрбие институты деп айтсақ та болады. Отбасының балаға тәрбие берушілік қызметінің мақсаты баланың жасын, жеке ерекшеліктерін, психологиялық дамуын ескере отырып, жарасымды жетілген ұрпақты тәрбиелеу. Баланы жастан, ұядан не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген халық даналығының мағынасы өте тереңде жатыр. Балаларға қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-аналардың табиғи құқығы және де парызы. Ең алдымен отбасы деген сөзге анықтама беріп өтсек, отбасы дегеніміз адамдардың туыстық қатынаста бірлесіп өмір сүретін жанұялық орта болып табылады. Отбасындағы ата-ана мен баланың қарым-қатынас нәтижесінде адамгершілік, эстетикалық, дене тәрбиесінің алғашқы үлгілері қалыптасады. Ал әке мен шеше баланың алғашқы ұстазы. Ата-аналар бала бақытының шынайы бағбаны болуы тиіс. Балаларды тәрбиелеуде дұрыс жолын табу үшін ата-аналарға тәрбиешілер көмектесуі қажет. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлерін қалай ұйымдастыруға болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол үшін психологтар, тәрбиешілер ата-аналармен жақынырақ танысып, отбасының әлеуметтік жағдайын, отбасы мүшелерінің бала тәрбиесіндегі алатын рөлін және де ата-аналардың ұсыныс пікірлерін ойын бөлісу мақсатында сауалнамалар, анкеталар жүргізуге болады. Сонымен бірге жыл бойғы жүргізілетін жұмыстарды ата-аналармен бірге ақылдасып жүргізген өте тиімді болып келеді. Себебі ата-аналардың заман талабына сай өзекті мәселелері, отбасы тәрбиесіндегі сәтсіздіктері және де басқа да тақырыптарды қозғауға болады. Сонымен қатар ата-аналардың ұсынысын, пікірлерін, ата-аналардың ұсыныстары мен пікірлерімен санаса отырып, ата-аналарға арналған әңгімелер, лекциялар, конференциялар, сұрақ-жауап кештерін, тәрбие жұмысын алмасу мақсатында конференциялар, психологиялық тренингтер, тренинг сабақтар және де ата-аналармен педагогикалық әдебиеттермен бөлісуге болады. Мектеп жасына дейінгі баланы толыққанды тәрбиелеу отбасы мен балабақшаның тығыз ынтымақтастығы кезінде ғана мүмкін болады. Енді ата-аналармен жұмыс формаларын атап өтетін болсақ, оларға біз баяндама, дөңгелек үстел, ертеңгіліктер, сауалнама, спорттық жарыстар, ашық есік күндерін жатқызуымызға болады. Соның ішінде мен сіздерге сауалнамаға тоқталып өткім келіп отыр. Сауалнама жүргізу барысында мынандай сұрақтарды қарастыруға болады. Яғни, ең бірінші баланың аты жөні, бірінші сұрақ, балаңызға өзінің тобы ұнай ма? Балаңыздың тобындағы тәрбиешімен қарым-қатынасы қандай деп ойлайсыз?
Сіздің балаңыз балабақшадан қандай көңіл күймен қайтады? Балабақшада беріліп жатқан білімге, тәлім-тәрбиеге көңіліңіз тола ма? Тәрбиешінің іскерлігін қалай бағалар едіңіз? Балаңызға балабақшадағы қандай ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттері ұнайды? Мектепке бала барар кезде ең алғаш нені біліп баруы қажет деп ойлайсыз? Балабақшада балаларыңызға үй тапсырмасын беру керек деп санайсыз ба? Ашық есік күндері қажет деп ойлайсыз ба? Балаңыздың балабақша туралы пікірімен қосыласыз ба, қосарыңыз бар ма? Сіздің қандай ұсынысыңыз бар деген сауалнамалар өткізуге болады. Келесі спорттық ойындарға біз толығай танымдық спорттық сайысын алсақ болады. Оның мақсаты балалардың қызығушылығын арттырады, үлкендердің еңбегін бағалауға, салауатты өмір салтын ұстануға үйретеді, ойлау қабілеттерін дамытады. Ал бұл ойынның ерекшелігі балабақша мен отбасы арасындағы сабақтастықты арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру, бүлдіршіндердің танымдық белсенділігін арттыру болып табылады. Келесі бізде ата-аналармен жұмыстың түрлері, біз оны дәстүрлі және дәстүрлі емес деп екіге бөліп қарастырамыз. Дәстүрліге ата-аналар жиналыстары, жеке топтық және балабақшаның жалпы конференцияларын ұйымдастыру, тәрбиеші педагогтың жеке кеңесі, балалардың үйінде болу, ашық есік күндерін жатқызса, ал дәстүрлі емеске ата-аналармен тренингтер өткізу, пікірсайыстар жүргізу, дөңгелек үстел, ашық ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерін жатқызамыз. Енді мен соның ішінде дәстүрлі және дәстүрлі емеске бір-бірден мысал келтіріп өткім келіп отыр. Оның ішінде ата-аналармен жұмыстың тиімді формасы болып табылатын ол дәстүрлі, яғни ата-аналар жиналысы. Ата-аналар жиналысында топтың тіршілік әрекетінің мәселелері талқылануда. Ата-аналар жиналысына дайындық кезінде келесі ережелерді ұстанған жөн. Яғни ол бірінші жиналыс мақсатты болуы тиіс, мақсатқа бағытталған болуы тиіс. Екінші, ата-аналардың өтініші мен қызығушылығына жауап беру керек. Үшінші, нақты белгіленген тәжірибелік мінездеменің болуы. Төртінші, диалог түрінде өткізілуі керек. Және де бесінші, жиналыста баланың кемшілігін және де бала тәрбиесіндегі ата-аналардың қателіктерін жарияламау керек. Келесі бізде дәстүрлі емес формасына біз тренингті жатқызамыз. Тренинг ойын жаттығулары мен тапсырмалары баламен іс-әрекетті әртүрлі тәсілдеріне баға беруге, жағымсыз формаларды конструкциялыққа ауыстыруға көмектеседі. Ойын тренингіне тартылған ата-ана баламен сөйлесуді бастайды, жаңа шындыққа көзі жетеді. Енді келесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту стандартында отбасы тәрбиесінің міндеттері жазылған екен. Соны атап өтетін болсақ, бірінші, баланың дене және танымдық дамуы үшін максималды қауіпсіз жағдайлар мен түрлі мүмкіндіктер жасау. Екінші, баланы эмоционалдық қолдауды қамтамасыз ету. Үшінші, баланың жақын және басқа адамдармен қарым-қатынас жасауы, олармен берік қарым-қатынас орнатудағы жеке талаптарын қанағаттандыру. Төртінші, баланың тіршілік іс-әрекетінде қауіпсіздік туралы алғашқы білімін қалыптастыру. Бесінші, балаларды өзіне өзі қызмет етуге және жақындарына көмектесуге бағытталған қолданбалы дағдылар мен іскерліктерге үйрету. Келесі, тілдік қатынастың дамуын қамтамасыз ету, балаларды отбасы мен қоғамның дәстүрлері мен құндылықтарына тәрбиелеу, баланың білімі мен қызығушылығын дамыту. Яғни осындай отбасы тәрбиесінің міндеттері көрсетілген екен. Келесі, мектепке дейінгі ұйымда тәрбие мен оқытуды ұйымдастырудың отбасы ынтымақтастығының негізгі бағыттары көрсетілген. Ол бірінші, серіктестік пен ынтымақтастық негізінде отбасы мен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балаларға қойылатын біркелкі талаптар мен бірыңғай білім беру кеңістігін қамтамасыз ету. Екінші, баланың отбасы мен мектепке дейінгі ұйымдарда психикалық, физикалық денсаулығын қамтамасыз ету. Үшінші, баланың жеке дамуы үшін білім беру траекториясын құруда баланың тиімділігі мен отбасы қажеттілігін есепке алу. Келесі, баланы мектепке даярлауға қамтамасыз ету.
Келесі, отбасы жағдайында жеке тұлғаны қалыптастыру, дамыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша тәжірибе алмасуды қамтамасыз ету. Келесі, балалармен бірлескен шығармашылық іс-әрекет түрлеріне қатысу. Келесі, ата-аналардың педагогикалық және психологиялық сауаттылығын мектепке дейінгі ұйымдарда өзара тығыз іс-әрекет негізінде арттыру және ата-аналарды оқыту үшін берілген бағдарламаны меңгеру негізінде көрсетеді. Келесі, бізде мектепке дейінгі ұйымның ата-аналарымен өткізілетін жұмыстың тиімділігін төмендеуге көрсетуге болады. Яғни, бірінші, мектепке дейінгі ұйымда нақты топта балалармен білім беру үрдісінің мазмұнына ата-аналардың қызығушылығы. Екінші, ата-аналардың өздерінің бастамасымен туындаған пікірталастар. Келесі, ата-аналардың сұрақтарына өздерінің жауаптары. Келесі, ата-аналардың тәжірибелері мен мысалдарын келтіру, педагог баланың ішкі әлеміне қатысты сұрақтар санын көбейту. Бесінші, ересектердің тәрбиешімен жеке қарым-қатынасқа ұмтылуы, тәрбиенің сол және өзге әдістерін қолданудың дұрыстылығы туралы ата-аналардың ойлануы. Алтыншы, педагогикалық жағдайларды сараптау кезінде олардың белсенділігін көтеру, пікірталас сұрақтарын талқылау және міндеттерді шешу болып табылады. Енді сіздерге үйге тапсырма. Мектепке дейінгі ұйымдарда отбасымен жүргізілетін дәстүрлі және дәстүрлі емес жұмыс түрлеріне мысал келтіресіздер. Яғни, кестеде көрсетілгендей дәстүрлі түріне және де дәстүрлі емес түріне мысал келтіресіздер.